Наполеон Хилл, ойлан да байы. Жетінші тарау қиял. Қиял адам санасында пайда болған идеяларды белгілі бір формаға айналдыратын шеберхана іспеттес. Қиял күші осылайша қандай да бір арманды іске асыруға мұрындық болады. Адам қиялындағы дүниелердің барлығын да іске асыра алады. Соңғы 50 жылда адамзат арманы мен қиялын ұштастыру арқылы тарихта бұрын-соңды беймәлім болған табиғаттың тылсым күштерін ашып, оны кәдесіне жарата алды. Адамның ауа кеңістігін жаулап алғандығы соншалық құстардың өзі ұшуға келгенде оларға теңесе алмайды. Адам күнді миллиондаған мильдік қашықтықта тұрып-ақ өлшеп зерттей алады. Сөйтіп қиялы арқылы күнді құрайтын негізгі элементтерді айқындайды. Қозғалыс жылдамдығының үдей түскені соншалық қазір дыбыстан да жылдам жылжи аламыз. Адамның бір ғана кемшілігі қиялын толығымен игере алмауы. Адамзат қиялының шегіне әлі жете қойған жоқ. Тек қиялының барын аңғарып, оның қуатын пайдалану мақсатында алғашқы қадамдарын жасай бастады. Қиялдың екі түрі бар. Бірі синтезделген қиял, екіншісі шығармашылық қиял. Синтезделген қиял. Қиялдың бұл түрі арқылы адамдар көзқарасын, ойын немесе жоспарларын жаңа бағытқа бұра алады. Алайда ол жаңадан еш нәрседе ойлап таба алмайды. Ол тек тәжірибе жинақтау, білім алу, зерттеу жасау түрінде ғана іске асады. Көптеген өнертабысқа қиялдың синтезделген түрі арқылы қол жеткіземіз. Ал атақты адамдардың ашқан жаңалықтарына шығармашылық түрінің көмегінсіз қол жеткізу мүмкін емес. Шығармашылық қиял. Шығармашылық қиял арқылы адамның шектеулі санасы шексіз ақылмен ұштасады. Қиялдың бұл түрі арқылы адам баласы үлкен жаңалықтар ашып, санасы дамиды. Қиялдың осы түрінің арқасында адам санасында өзекті идеялар туады. Шығармашылық қиял арқылы адам басқалармен тіл табысып, басқа адамның санасына әсер ете алады. Шығармашылық қиял өздігінен туады. Мәселен, бұл қиял адам санасы қарқынды жұмыс істеп жатқан кезде ойды ой қозғап тууы мүмкін. Шығармашылық қиялымызды қаншалық іске қоссақ, соншалық ой тудырады. Бизнес саласының, өндіріс орындарының, қаржы саласының майталмандары мен атақты әнші, ақын, жазушылардың ұлылығы олардың аталған шығармашылық қиялын іске асыра алғандығында жатса керек. Денені машықтандырған сайын ширыға түсетіні секілді, синтезделген және шығармашылық қиялдың да үнемі іске қосу арқылы жандандыруға болады. Қалау дегеніміз тек қана ой, адамның тілегі. Ол айқын емес және тұрақсыз. Ол абстрактілі және оның еш құны жоқ. Ол нақты іске айналғанда ғана құндылыққа ие болады. Арманды ақшаға айналдыру үрдісінде синтезделген қиял жиі қолданылатын болғандықтан, шығармашылық қиялды да іске қосу қажеттігінің туындап қалуы әбден мүмкін екенін естен шығармаған абзал. Қиялыңды жаттықтыр. Шығармашылық қиялыңыз іске қосылмаудың кесірінен тоқырауы мүмкін. Сіз оны іске қосу арқылы ғана жандандырып нәр бере аласыз. Қиялдың бұл түрі мүлдем жоғалып кетпейді. Алайда жиі қолданысқа енбесе, онда тежелеп қалуы ықтимал. Алдымен синтезделген қиялды дамытуға ден қойыңыз. Өйткені арманыңызды ақшаға айналдыру барысында қиялдың бұл түрін кеңінен қолданатын боласыз. Материалдық емес ниеттің, арманның материалдық түрге, яғни ақшаға айналуы жоспарды іске асыра алу қабілетімен тығыз байланысты. Аталмыш жоспарларды іске асыруда синтезделген қиялды ұтымды пайдалана білу аса маңызды. Кітапты бастан аяқ оқып шыққан соң осы бөлімге қайта оралып, қиялыңыздың көмегімен жоспар құруға кірісіңіз. Ал аталған жоспар өз кезегінде арманыңызды ақшаға айналдыруға септеседі. Жоспарды қалай құру керегі жөніндегі нұсқаулар әр бөлімде нақты түрде берілген. Өз қалауыңызға қажет болатын және оған сай келетін нұсқауларды іске асыруға тырысыңыз. Ал дайын жоспарыңыз әлі болмаса, оны жазып алыңыз. Осы айтылғандарды орындап болған кезде сізде материалдық емес арманның нақты формасы пайда болады.
Алдыңғы сөйлемді қайталап оқып шығыңыз, аптықпай дауыстап оқыңыз. Арманыңызды қағаз бетіне түсіру арқылы оның орындалуына бөгет болуы мүмкін кедергілерді тізімнен шығарып тастап іске кірісуіңіз қағидаларды орындауға жасаған алғашқы қадамыңыздың бірі болмақ. Бұл қадам сіздің қиялдағы арманыңызды материалдық дүниеге айналдырары сөзсіз. Жетістікке жетудің құпиясын табиғаттың өзі жайып салмақ. Сіз бен біз бәріміз өмір сүріп отырған жер ғаламшары микроскопиялық бөліктердің сәтті жиналуының арқасында эволюцияның нәтижесінде пайда болған. Сондай-ақ жер шары және сіздің бойыңыздағы әрбір жасуша мен әрбір атом энергияның материалдық емес түрінен өз бастауын алғанын атап кету аса маңызды. Қалай ой күшінен туады? Ал ой күші дегеніміз энергияның бір түрі. Сіз ойыңызды ниеттеп арманнан ақша жинаудан бастайтын болсаңыз, табиғат жерді, адам денесін, ой-арманның барлық түрін, миды, сондай-ақ әлемдегі барлық материалдық формаларды жасағанда қолданған тәсілді қолданғанмен пара-пар жұмыс атқарасыз. Талассыз ақиқат саналатын заңдылықтар арқылы сіз қор жинай аласыз. Бірақ алдымен осы заңдылықтардың өзімен таныс болып, оларды қолдана білуді үйренгеніңіз жөн. Қолыңыздағы кітапты қайталау және осы қағидалардың түсіндірмелерін әр қырынан талдауға тырысу арқылы орасан зор байлыққа жетудің құпиясын ашуға тырыстым. Көңілге қонымсыз және қым-қиғаш болып көрінсе де, құпия шынтуайтында құпия емес. Табиғат өзіне тән барлық құпияны алдымызға жайып салған. Бұл құпияның жауабын сіз өмір сүріп отырған жерден, жұлдыздардан, бізді қоршаған ортадан, шөптің әрбір сабағынан таба аласыз. Сөз болып отырған қағидалар қиялымызды түсінуге жол ашады. Қолыңыздағы кітапты алғаш рет оқығанда ондағы ойды бірден түсіне қоюыңыз қиын. Кейіннен оны қайта оқып, егжей-тегжеймен танысқан соң, құпияны анықтауды қажет ететін дүниеге толы екеніне көз жеткізесіз. Әрі соларды анықтау арқылы сіз мол мағлұмат жинайсыз. Тағы қосып айтарымыз, ешқашан тоқтамаңыз. Тіпті бұл қағидаларды іске асыра алатындығыңызға еш күмәнданбаңыз. Ал кітапты 3 рет оқып шыққан соң өзіңіздің де тоқтағыңыз келмей қалады. Идея байлыққа айналады. Барлық байлықтың негізінде идея жатыр. Идея қиялымыздың жемісі. Үлкен табысқа жеткізген барлығымызға кеңінен мәлім бірнеше ойды қарастырып көрейік. Осылай істеу арқылы сіздерге байлыққа қол жеткізуде қолдануға болатын әдіс-тәсіл жөнінде нақты ақпарат бере аламыз деп сенеміз. Бір ғана нәрсе жетпей қалды. Бұл оқиға осыдан 50 жыл бұрын болған еді. Бірде қартаңдау ауыл дәрігері қалаға келіп, атын қаңтарады да дәрі-дәрмек дүкенінің артқы есігінен ақырын кіріп, жас сатушымен саудаласа бастайды. Дәрігер мен сатушы кассаның арғы жағында тұрып, 1 сағат бойы бір жағдайды қызу талқыға салған. Сосын дәрігер шығып кетеді. Ол шағын дүңгіршекке барып, үлкен тозығы жеткен шәугім, үлкен ағаш қалақ алып келеді. Қызметші шәугімді әрі-бері төңкеріп қарап, өзінің ішкі қалтасынан бір бума ақша алып шығады да дәрігерге ұсынады. Бұл бумада қызметшінің бар жиғаны $500 бар еді. Дәрігер бір жапырақ қағаз алып, оған құпия формула жазып, қызметшіге береді. Бірақ дәрігер онда не жазылғанын білмейтін еді. Аталған құпия шәугімді қалай қайнатуға болатындығы жөнінде жазылған. Алайда құпия сөзді жазған дәрігер де, оны сатып алған қызметкер де өздеріне бұл шәугіммен бірге қандай байлықтың келетінін білмеген еді. Қартаңдау дәрігер шәугімді $500 сатқанына мәз болса, қызметкер өзінің бар жиған тергенін бір жапырақ қағаз бен ескі шәугімге айырбастап үлкен тәуекелге бел буды. Сол кезде ол өзінің $500 шәугімі
алтынның нағыз көзіне айналатынын, ал бұл байлық аладдиннің тапқан қазынасынан да асып түсетінін білген жоқ. Қызметшінің сатып алғаны жай ғана ой болатын. Ескі шәугім мен ағаш қалақ және бір жапырақ қағазға жазылған дүниелердің барлығы кездейсоқтық еді. Шәугімнің жаңа қожасы нағыз ғажайыпқа құпия нұсқаулар мен дәрігердің ойына да кіріп шықпаған қоспаларды араластыру барысында қол жеткізеді. Шәугімді нағыз алтын қорына айналдырған бұл қандай құпия екенін тауып көріңізші. Келесі жолдардан сіздер ойға да келмейтін дәлелдер жайында білетін боласыз. Қарапайым ой арқылы қол жеткізген алтын қазына туралы сөз қозғап көрелік. Шәугімнің құпиясын талмай таратып келе жатқан миллиондаған адамды бұл құпия асқан байлыққа жеткізді, әлі де жеткізіп келеді. Бұл ескі шәугімнің құпиясы жер жүзінде теңдесі жоқ қант өндірісіне байланысты еді. Аталған өндіріс мыңдаған адамды жұмыспен қамтып, қант өсіріп, оны жер жүзіне таратуға жағдай жасап отыр. Сонымен қатар бұл шәугім жылына миллиондаған шыны шөлмек шығаруға септесіп, қаншама жанның нәпақа табуына сеп болуда. Бұл шәугімнің арқасында қызметшілер, стенографшылар, копирайтерлер, тіпті жарнама сарапшылары да жұмысқа қол жеткізуде. Аталмыш өнімді жарнамалауға атсалысқан сандаған әртістер атақ пен даңққа бөленуде. Ескі шәугім оңтүстікте жатқан кішкентай ғана қаланың бизнес орталығына айналуына себепші болды. Қазір соның арқасында мұнда өркен жайған әрбір бизнес түрі, мұнда өмір сүретін әрбір жан бұдан түскен пайдадан өз үлесін алуда. Аталған оймен танысып, оны іске асыруға талпынған кез келген мемлекет пайдасын көріп, молшылыққа кенелуде. Шәугімнен алынған пайданың көмегімен оңтүстікте аты аңызға айналған оқу орны салынып, онда мыңдаған жас табысқа жетудің әліппесін игеруде. Осы шәугімнің арқасында қол жеткізген өнімдерге тіл бітер болса, олар шәугімнің сиқыры жөнінде махаббат романсы, бизнес романсы, осы ойдың арқасында құлшынысқа ие болған өз ісінің мамандары туралы әлемнің барлық тілінде сайрай жөнелер еді. Бірде дәл осы іспеттес романстың куәгері болған едім. Бұл оқиға дәрі-дәрмек дүкені қызметкерінің ескі шәугімді сатып алған жерге таяу маңда болған еді. Тура сол жерде болашақ жарыммен жолыққан едім. Тап сол жерде болашақ жарым осы бір сиқырлы шәугім туралы оқиғаны баян еткен еді. Осы шәугімнен шыққан өнімді тамсана ішіп отырып, мен болашақ жарыма өмірдің ащы тұщысын бірге көруге ұсыныс жасаған болатынмын. Кім болсаңыз да, қай жерде өмір сүрсеңіз де, қандай қызмет атқарсаңыз да, Кока-кола сөзін көрсеңіз яки құлағыңыз шалған болса, бұл өнім жоғарыда баяндалған дәрі-дәрмек дүкенінің қызметкері Эса Кендлердің қиялын құпия формуламен атастырып жеткен табысы екендігін ұмытпағайсыз. Бұл туралы аз-маз ойлап қою да артық етпес. Кітапта кеңінен сөз болып отырған қағидалар Кока-кола сусынының жер жаһанды бағындыруына көмектескенін, сіздің басыңызда пайда болған теңдесі жоқ керемет ой, шөлмен күресуге бел буған әлемге танымал күрескердің жетістігі іспеттес. Сіздің де жетістікке жетуіңізге себін тигізетін еш ұмытпағайсыз.